Мен де сенгім келет, бірақ сене алмайым. Өйткені өз сөзіңізде депутаттардың ұсыныс ескерілді дедіңіз. Менің сөзімді қаперін алып жатқан министрлік өкілін әлі күнге көргенім жоқ. Әне күні ең болмаса мәмсіз тоқтата тұрайық дедім. Оны ешкім ескермеді. Бір апта бұрын тағы да Ақтоғай елді мекенінде Жүнісбек Мирхат Талғатбекұлы деген 1994 жылғы жігіт қайтыс болды. Ауруханаға жете алмай. Содан кейін сіз баға 15%-дан аспайды дедіңіз. Бұған да сену қиын. Елді мекендерді 2027 жылға дейін газбен қамтамасыз етеміз дейсіз. Мен бұған мүлдем сенбеймін. Себебі Балқаш ауданы, бір мысал, Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас елді мекеніне осыдан 3 жыл бұрын құбырын бәрін тартып қойған. Құбырлар шіри бастады, газ әлі жоқ. 2 жылда ауылдар, жүздеген ауылдарды сумен қамтамасыз етеміз дедіңіздер. Бұларыңызда өтіріктеу. Өйткені Аягөз ауданындағы қарапайым 3 ауылды сумен қамтамасыз ете алмай отырғандарыңызға 10 жылдан асып кетті. Жайлы мектеп жобасы 369 мектеп салам дегендеріңізге мүлдем сенбеймін. Енді айып етпеңіздер. Астана Алматы тас жолы келесі жылы бітеді дейсіздер. Қалбатау Майқапшағай жолының бітпей жатқанына қанша жыл болғанын білетін шығарсыздар. Осы орайда сұрақ, құрметті Тамара Қасымқызы. Сіздердің мына жоспарлап отырған істеріңіз орындалмай қалса, жауапкершілікті кім алады мойнына? Сіз аласыз ба? Нақты соның фамилиясы, аты жөнін айтыңызшы. Темір жолда қашан тәртіп орнайды? 30 жылдың ішінде темір жолды табыс көзіне ғана айналдырған бұрынғы басшылардың тек қаржы табумен ғана айналысқанын біз жақсы білеміз. Сол ескі Қазақстан өкілдері сөлін сорып, бізге тек қаңқасын қалдырды. Айта-айта жақталды. Жылдағы жыр сапа болса нөл. Совет заманынан қалған ескі вагондар сүйретіліп әлі жүр. Теміржол паркінің 60%-ын тосуы шыққан. Министрлік не дейді? 2030-ға дейін жарылқаймыз дейді. Бірақ біздің қтж-ға бәрібір, өйткені шекелері шылқып жүрген менеджерлерге мен айтайын, Қазақстан темір жолының құны көк тиын. 26 жылда жарылтпаған саланы 7 жылда жарылқайды дегенге жан баласы сенбейді. Өйткені үнемі айтатындар ертегі, айтатындар аңыз. 2030-ға дейін қалған вагондардың 80% тозып, екі қолды мұрнымызға тығып отырмасымызға кепілдік бере аласыз ба, министр мырза? Терезесі ашылмайтын, кондиционерлер істемейтін, қабырғасында тарақандар жүретін ескі вагондардың өзіне жаз мезгілінде билет таппайсың. Тапсаң бағаның өзі ол қымбат. Сөйте тұра біз билетті субсидиялауға жыл сайын сытырлатып миллиардтарды санап береміз. Пойыздардың жиі кешігетімен айтпай қойын, кестеден 1-2 сағаттың кешігуі ол біз үшін үйреншікті жайт болып қалған. Сөйте тұра туризмді түлетеміз дейміз. Бізге туристік маршруттарға арналған стратегиялық жоспар керек. Тоқетер мынау, ескі Қазақстанның мұрасы болып қалған темір жол мәселесін қашан шешесіздер? 26 жыл күттік, әлі қанша күтеміз? Заманауи вагондарға кезексіз, тиімді бағада мінетін күн туа ма бұл қазаққа? Бара жатқан лудоманияға қатысты. Алдымен енді осы құмар ойынның құлқыны туралы ақпарат берейін. Елімізде қазір 350 мыңнан астам азамат құмар ойынның инесіне отырған. 2019 жылмен салыстырғанда өткен жылы құмар ойындармен бәстігу елімізде 40 есеге көбейген. Ол олма, букмекерлік кеңселердің бір жылдық қаржы айналымы 1 триллион теңге болған. Лудомания дертіне шалдыққан 174 мың жас қазақстандық 36 миллиард теңгеге бәстіккен. Қазір енді құмар ойын ойнайтындар шетінен қылмыскер болып жатыр. Өткен жылы 157 мыңнан астам қылмыс жасалса, соның 20% құмар ойынға құныққандардың мойнында. Ал суицид жасаған 3676 отандасымыздың әр 5-шісі лудомания дертіне шалдыққан деген дерек келді. Бұл енді лудомания бір адамның тағдырын құртпай тұтас отбасыларды білдіреді. Елімізде ажырасқан әр 10 отбасының 7-еуінде жанжал лудоманияның дертінің салдарынан шыққан. Ал біз енді қалай күресіп жатырмыз? Біз мынау қоғамдық көліктердің сыртын, тұрғын үйлердің қасбетін түгелдей лудоманияның жарнамасына бердік. Дәл осы мәселені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та айтқан еді. Енді мәселе айтылды, бірақ биліктің не күтіп отырғаны түсініксіз. Себебі былтыр Аманат партиясының депутаттары лудомания дертіне қарсы заң жобасын дайындады. 50-ден астам түзету бар, үкіметтің қарауына жіберілді. Арада 1 жыл өтті, бірақ айырғы әлі дайын емес. Есеп қисап. Билік кімнің қасқабағын бағып отыр деп сұрағым келеді. Екіншісі, ұлттық спорт алаңдары, көкпар мен бәйгенің барлығы қазір тотализатордың орындарына айналып кетті. Ұлтымызды сақтаймыз деп жүргенде, ұлттық спортымызды құмар ойынның алаңына айналдыру кімге керек болған сұрағым келеді. Осы ұлтымызды, жұртымызды құртып жатқан құмар ойын түгел тоқтататын кез келді ғой, құрметті үкімет мүшелері, құрметті әріптестер. Осы сауалдарға жауап берсеңіздер.
айтының баспана мәселесі. Бұл білесіздер, қазақстандықтардың бас ауруына айналуда, әсіресе соңғы жылдары мәселе күрт шиеленіскендей. Баспана жайлы мәжіліс мінберінен бірнеше ретте көтерген едім. Үкімет тарапынан мардымды жауап болмады. Маған үнемі сырғытпа жауап келеді. Бүгінгі таңда баспана нарығы тұралап тұр. Үй алудың барлық бағдарламалар тоқырауға ұшырады. Өз депутаттық сауалында бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламаларында өзгеріс енгізу, 7-20-25 бағдарламасы бойынша лимитті алып тастау, жас отбасы бағдарламасы жайлы бірнеше ұсыныс айтқан едім. Бұл мәселелер әлі де өзектігін жоғалтқан емес. 7-20-25 бағдарламасы жемқорлықтың ортасына айналуда. Бағдарлама арқылы үй алу үшін пара берушілер де көбеюде, сұраушылар да көбеюде. Ал жастар мәселесінің орны бөлек. Республикалық жастарға арналған мемлекеттік бағдарламаның қажеттігі күн санап артуда. Қанат Бейсенбайұлы, елімізде баспана бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Президентіміз отбасы банктың қызметін қайта қарауды, облыс орталықтарына емес аудандарға, моноқалаларға және ауылдарға басымдық беру керек деген еді. Өзгеріс қашан болады, қашан халыққа тиімді, қолжетімді бағдарлама іске қосылмақ? Дәл осы тарапты пайдаланып 7-20-25-те міне бүгін лимит ашылды, 5 минутта бітті де қалды. Оқырмандардан хаттар келіп жатыр, бұл не деген сұмдық деп. Менен банк менеджері 1.400.000 сұрады деп, Айжан есімді, Перизат есімді оқырманым жазса, Раушан есімді оқырманым 700.000 теңге сұрады деп мінеке хаттарын жіберуде. Бұл қашан тоқтайды, қашан бір жақты қыламыз бұл бағдарлама. Енді екінші мәселе Әбілқайыр Ғалымұлы. Президент Тоқаев қазақстандық микрофон, өшірмесеңіздер. Президент Тоқаев қазақстандық субъектілерге протекция жасау жөнінде нақты тапсырма берді. Қазақстандық азық-түлік өнімдері Қосамыз ба? Қосыңыздар микрофон. Екінші мәселе, құрметті Әбілқайыр Ғалымұлы, президент Тоқаев қазақстандық субъектілерге протекция жасау жөнінде нақты тапсырма берді. Қазақстандық азық-түлік өнімдері супермаркеттерге жетпей жатыр, керісінше сауда орындары Ресей, Беларусь өнімдерімен толып тұр. Бұл елдердің ірімшік, шұжық, сүт өнімдері қазақстандық өнімдерден бағасы төмен, яғни олар демпинг жасап отыр деген сөз. Біз отандық өндірушілерді ішкі нарықта қорғай алмасақ, ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорты жөнінде не айтуға болады? Отандық нарықты қорғау жөнінде қанды нақты шаралар қолданып отырсыздар, әлде қол қусырып отыра береміз бе?